Қайырлы күн баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге үй жағдайында жасалатын зефирдің рецебімен бөлісетін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Ол үшін жұмыртқаның ағына аз-аздан секер сала отырып, көпіргенше миксермен араластырамыз. Үстіне лимонный кислота саламыз. Массамыз осындай аппақ қою болуы қажет. Темір аяққа жаңа секердің үстіне агар-агарымыз салып, қасықпен араластырып аламыз. Үстіне 1 стакан шырын құямыз. Қасықпен жақсылап араластырамыз. Секеріміз ерігенше бір қайнатып алғаннан кейін шамамен 6 минуттай газда ұстаймыз. Бір қайнап шықты. Сиропымыз дайын. Сиропымызды ысылай белоктың үстіне аз-аздан құя отырып миксерлейміз. Шамамен 3 минуттай. Массамызды тездетіп жаңа кондитерский мешокқа салып аламыз. Пергамент қағазын төсеп, үстіне жаңағы видеодағыдай зефирімізді орналастырып шығамыз. Менде зефирге арналған насадка, бұндай насадкалар кондитер магазиндерде сатылады. Барлығын болғаннан кейін зефирлерімізді 5-8 сағатқа бөлме температурасында қоя тұрамыз. Зефирлердің үстіне сахарный пудраны сеуіп шығамыз. Менде шамамен 6 сағат тұрды. Астарын босатып, бір-біріне жапсырамыз. Зефирді үй жағдайында осылай да жасауға болады. Менімен болғандарыңыз үшін көп-көп рахмет. Астарыңыз дәмді болсын. Келесі кездескенше.